Құрметті білім алушылар, сіздердің назарларыңызға интерьерлерді көгалдандыру пәнінен 4-ші дәріс тақырыбы интерьерлер жағдайларында жабық топырақ өсімдіктеріне күтім жасау ұсынылады. Дәрістің мақсаты бөлме өсімдіктерге күтім жасаудың негізгі агротехникалық әдістерін меңгеру, өсімдіктердің экологиялық факторларға қойылатын талаптар туралы білімді жүйелеу. Бөлме өсімдіктерді сәтті өсіру үшін олардың қоршаған орта жағдайларына қойылатын талаптарын және олардың жабық жерде өсіру ерекшеліктерін білу қажет. Өсімдіктердің өмір сүру жағдайларының кешеніне келесі факторлар кіреді: жарық, жылу, ауа, су және субстрат. Олардың барлығы өзара байланысты және бір уақытта өсімдіктердің өсуі мен дамуына әсер етеді. Бөлмелердің микроклиматтық ерекшеліктерін ескеруден басқа, өсімдіктер суару, бүрку, қопсыту, топырақтың жоғарғы қабатын ауыстыру, жапырақтарды жуу және жылтырату, көшіріп отырғызу және ауыстыру, кесу, байлау сияқты бірқатар агротехникалық шараларды үнемі жүргізуді қажет етеді. Суару өсімдіктердің өсуінің маңызды факторы болып табылады. Бөлме өсімдіктерінің көпшілігі ылғалды өте қажет етеді. Олар үнемі суаруды және бүркуді қажет етеді, әсіресе өсу кезеңінде. Өсімдіктің суға деген қажеттілігі оның ата-бабаларының отанында өмір сүру жағдайына, жыл мезгіліне, бөлмедегі температура мен жарыққа, қыш құмырасының өлшеміне, жер қоспасының сапасына байланысты. Көптеген өсімдіктерді суару жер қомасының жоғарғы қабаты құрылған кезде ғана қажет. Оны жанасу арқылы анықтау оңай. Тұрақты артық ылғал бөлме өсімдіктердің көптеген түрлеріне зиянды, өйткені газ алмасудың бұзылуы, тамырдың шіруі және өлуі орын алады. Жер кесегінің жиі кебуі де зиянды. Ол өсімдікке ғана емес, солу, тамырлардың өлуі, сонымен қатар топыраққа зиян келтіреді. Топырақтың құрылымы мен кеуектілігі бұзылады. Топырақ тығыздалады, газ алмасу бұзылады. Көктемде және жазда, яғни белсенді өсу кезеңінде өсімдіктер мол суарылады, ал қыста қалыпты біркелкі. Қысқы суару минимумға дейін азайтылатын түрлер бар. Өсімдіктерді бөлме температурасында сумен суарады. Субстрат толығымен сіңіп кету үшін қыш құрамаға кішкене бөліктерде порция су құяды. Тұғырықта су пайда болған кезде суару тоқтатылады. Қопсыту бұл құрғақ суару, оны суарудан кейінгі күні жүргізеді. Тамырларға зақым келтірмеу үшін топырақты қыш құмыраның қабырғаларына жақын 1-1,5 сантиметрден терең қопсытпау керек. Көптеген өсімдіктерге күтім жасаудың маңызды бөлігі бүрку. Ол топырақтың ғана емес, ауаның да ылғалдылығын сақтайды. Бүрку кезінде өсімдіктер жаңа және жасыл болып қалады. Жүйелі түрде жылы сумен бүркілгенде бүршіктер тез шығады, өркендер мен жапырақтар тез өседі. Шаңды кетіру үшін өсімдікті жүйелі түрде жылы сумен жуу керек. Оның туысы астында немесе сүзгісі бар суару ыдысынан лейка жуады. Қыш құмыраны шылапшынға салып, оны су шайып кетуден қорғау үшін жерді клеенкамен жауып тастайды. Сондай-ақ жапырақтарды арнайы дымқыл майлықтармен немесе жұмсақ шүберекпен сүртуге болады. Тікенді кактустарды жуу алдында жұмсақ щеткамен шаңнан тазарту керек. Түпті жапырақтары бар өсімдіктерді жууға болмайды. Оларды жұмсақ жаққышпен шаңнан тазартады. Гүл құмыралары жылына 3-4 рет қатты щеткамен, ыстық сумен және сабынмен жуылады. Жапырақтарға жылтыр беру үшін оларды жылтырату қолданылады. Әдетте жылтыратқыштар құралдар екі түрлі болады: жапырақтар жай сүртілетін сұйықтықтар, бүрку жүргізілетін аэрозольдер. Жылтырататын сұйықтықтар мен аэрозольдерді тегіс жатық жапырақтары бар көптеген бөлме өсімдіктерге белсенді қолдануға болады. Сонымен қатар жылтыратқыштарда көбінесе микроэлементтер болады және сонда жылтырату тамырдан тыс үстеме қоректендірумен біріктіріле жүргізіледі. Бірқатар өсімдіктер тірекке асып байлауды қажет етеді. Ұзын жіңішке немесе сынғыш сабақтары бар өсімдіктерді, кейбір шырмау өсімдіктерді міндетті түрде байлау керек. Тірек ретінде ағаш және пластикалық қазықтар, торлар, құссаулар және басқа құрылымдар қолданылады. Қабырға торлары қолданылады. Оларды түрлі сымдардан немесе ағаштан жасауға болады. Қармақ бауы, жібінен немесе сәндік арқандардан тоқылған бағыттаушылар
немесе арнайы торлар және басқалар қолданылады. Бөлмек өсімдіктерге күтім жасаудың негізгі тәсілдері мен әдістерімен қатар кесу де маңызды әдіс болып табылады. Санитарлық жасартатын және қалыптастыратын кесулер жүргізіледі. Санитарлық кесуге сарғайған, кеуіп қалған және сәндік әсерін жоғалтқан өркендер мен жапырақтарды кесуге жатқызуға болады. Өсімдіктердің барлық сау емес немесе зақымдалған бөліктері жойылуы керек. Өркендердің бөліктері сау ұлпаның басталуына дейін кесіледі. Жасартатын кесу дамыған және ұзын өркендері бар өсімдіктерге тән. Мұндай өркендерде түрлі себептерге байланысты жапырақтары уақыт өте келе жоғалады. Жасартатын кесу операциясын қолдана отырып, өркендер түбіне дейін кесіледі. Мұндай кесуді белсенді өсу кезеңі басталғанға дейін немесе оның басында жүргізу ұсынылады. Қалыптастырушы кесу кесудің ең күрделі түрі. Үй-жайлардың нақты жағдайларында қалыптастырушы кесуді күшті, ұзын және тармақталған өсімдіктер үшін қолданған жөн. Мұндай пішінделмеген өсімдіктер тығыз және өте тартымсыз көрінетін ұшар басты құра алады. Назарларыңызға рахмет.